Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде екінші сабақ заттар тобын салыстыру. Нөмірі бірінші есеп. Суретте қай заттар артық, қайсысы кем? Қай заттардың саны тең? Енді біз алмаларға қарайықшы. Алмалар мұнда 7 алма бар екен. 4 алмұрт бар екен. 7 алма 4 алмұрттан артық. 2 шәйнек бар екен, 5 кесе бар екен. 2 шәйнек 5 кеседен кем екен. Енді мұнда тәрелкелерді санайықшы. Мұнда 2 тәрелке, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тәрелке бар екен. Және 5 кесе. 10 тәрелке 5 кеседен артық екен. Енді мына жерде, екі жерде бәліштер бар, бәліштерді санайықшы. Бірінші тәрелкеде 1, 2, 3, 4, 5. 5 бәліш бар екен. Екінші тәрелкеде 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда да 5 бәліш бар екен. Яғни екеуі тең екен, балалар. Есіңде сақта. Енді мұнда қарайықшы балалар. Бірінші суретке. Мұнда 4 кесе бар екен, 4 тәрелке бар екен. Екеуі тең. Келесі астындағы суретке. 4 кесе, 5 тәрелке бар екен. 4 кесе 5 тәрелкеден кем екен. Одан кейінгі сурет. 5 кесе 4 тәрелке. 5 кесе 4 тәрелкеден артық екен. Астындағы суретте 1 кесе 2 тәрелке. Яғни 1 кесе 2 тәрелке тең емес екен бір-біріне. Нөмірі екінші есеп. Заттардың санын салыстыр. 5 қызыл алма, 3 жасыл алма. 5 3-тен артық. 7 сары алмұрт, 7 жасыл алмұрт. Екеуі тең. 5 қызғылт өрік, 7 көк өрік. 5 7-ден кем. Нөмірі үшінші есеп. Отбасы мүшелерін ата, отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Біз сол жақтан бастайтын болсақ, бірінші әкесі, екінші анасы, үшінші қызы, төртінші әжесі, бесінші атасы, алтыншы ағасы, жетінші інісі отыр екен. Осымен балалар, біз екінші сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.